Қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай баклажаннан жасалатын өте дәмді салаттың рецебімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жемістерді тазалап жуып аламыз. Баклажанды жіңішкелеп турап, оны ұзыншақ етіп тураймыз. Бұл салаттың құрамын адам санына қарай көбейтіп жасауға болады. Мен тек 2 адамға есептеп жасадым. Баклажанды турап болған соң, оны ыдысқа салып, үстіне тұз салып, 10-15 минутқа қалтырып қоямыз, яғни суы шығу үшін. Суы шыққан соң баклажанды бөлек ыдысқа салып, дайындап аламыз. Енді келесі тәтті болгар бұрышында жіңішкелеп ұзыншақтап етіп тураймыз. Енді жуылған қиярды алып, қиярды да ортасынан бөліп, жіңішке ұзын етіп тураймыз. Помидорымызды алып, оны да тура осындай етіп тураймыз. Енді пешті қосып, таба қызған кезде үстіне 2-3 ас қасық сұйық май қосып, оның үстіне баклажанды салып, қуырып аламыз. Баклажан жақсылап қуырылғаннан кейін оны алып, сол ыдысымызға енді тәтті болгар бұрышын аз ғана 1 минуттай қуырып аламыз. Алдын ала аршылған 2 бас чеснокты өткіштен өткіземіз. Енді осы дайын ингредиенттерді ыдысқа салып, араластырамыз. Енді үстіне біраз қасық соевый соус құйып, дәміне қарай тұз қосамыз. Енді үстіне біраз қасық зәйтүн майы немесе сұйық май қосып, салатымызды араластырамыз. Енді дайын салатымызға күнжіт қосып, үстіне укроп сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой.